Жасөспірімдер қылмысының алдын алу шаралары өз деңгейінде жүргізілмей отыр. Полицейлер жіберіп отырған кемшіліктер жетіп артылады. Бұл көрсеткіштерді жақсартудың жолы қандай? Кәмелет жасқа толмағандар ісі жөніндегі хаттаманы жасақтау тәртібі тақырыбында Ақтау қалалық мамандандырылған әкімшілік сотында дөңгелек үстел өтті. Басқосуға судьялар мен ішкі істер басқармасы, қоғамдық қауіпсіздік бөлімі, кәмелет жасқа толмаған ісі жөніндегі инспекторлар қатысты. Алғашқы болып сөз алған сот төрағасы тәртіп сақшыларының жұмысына сын айтты. Өз кезегінде полицейлер де қарап қалмады. Сотта қаралып отырған істердің дені қайтарылып отырғандығын алға тартты. Сот алдында судья бірінші жауаппен отырмайсыз, екінші жауаппен отырасың деп істі қайтарып жіберді. Қайтарып екінші жауаппен отырып келгенде басқа судья түсті, ол қарады, екінші жауап емес, бірінші жауап деп қайтарып жіберді. Екі рет қайтып кетті бірсіз. Жалпы бізге қайтарған судья, сол судьяға қайта түседі. Біздің сотта солай. Себебі ол тек сол судья біледі, ол мән-жайы, несінің мән-жайы қалай, қандай себеппен қайтарған деген ой шешкен. Сондықтан сондай мынандай сіз айтқандай жағдай болмау үшін біз деген енді тек қана сол судья қарау міндетті. Өзін қолына алып төраға ретінде. Сондықтан егерде мына айтыласы екінші рет түскен ол екінші бөлігі болу керек судья. Оны соның мнениеде болар мүмкін. Ол деген дұрыс па, дұрыс емес мен айта алмаймын. Бірақ сондай жағдай кейде болады. Бірақ сирек. Енді айтып отырмын ғой, енді ондай жағдай болмайтын сияқты. Себебі осы қайтарған судья қайталап түскен кезде оны сол судья өз соңында қалайтын болды, солай шештік. Болашақта сондай болдырмау үшін. Басқосудың мақсаты бір-біріміздің жұмысымызда кемшілік іздеу емес деді судья. Керісінше, кездесіп отырған заң бұзушылықтарды жоюға бағытталған ауқымды шаралардың шешу жолдарын табу. Судьялар жаңа ұсыныстарын айтса, полицейлер кемшіліктерге жол бермеуге тырысамыз деп сендірді. Жалпы әкімшілік өндірістегі 10 хаттаманың 4-еуі дұрыс толтырылмайды. Осындай кемшіліктерге жол бермеу үшін қосымша нақты тапсырмалар айтылды судьялар тарапынан. Хаттама жасақтауда кемшіліктер айтылғаны мысалы өткен біз әр осы соттың өзінің қорытындысы бойынша жылдың соңына таман осы істер бойынша шолу жасаймыз. Міне осы кәмелетке жас толмағандардың 111-ші бабы бойынша мен шолу жасадым. Осы бойынша байқалған кемшіліктердің бәрін мына айтып, оларға ауызба-ауыз көзбе-көз айтуға тура келді. Енді біршама жақсарған, енді былтырғы 2008-2007 жылдарға салыстырғанда, бірақ дегенмен әлі де бар. Көбісі жаңағы әкімшілік құқық бұзушылықтың жаңағы несін түсіндірмейді, ата-аналарын жаңағыдай қатысы ата-аналарға міндетті түрде толтырғандықтан жаңағыдай мектептің нелерінен немесе өздері жаңағыдай қол қойып және әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамын толық жазбайды. Осы туралы Дөңгелек үстелдің жұмысын қорытындылаған сот төрағасы бірлескен жұмыс одан әрі жалғасын табатынын айтты. Астана мен Алматы қаласында кәмелет жасқа толмағандардың ісін қарайтын арнайы мамандандырылған сот құрылған. Мұндай сот органы бізде де құрылмақ. Бұл тәртіп сақшыларының жұмысын бірақ жеңілдетеді деп күтілуде. Себебі полицейлер тікелей соттармен жұмыс жасайтын болады. 23 қараша жол полициясы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі күні. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мемлекеттік автомобиль инспекциясы туралы ережесінің қабылданғанына биыл 17 жыл. Тарихқа көз жүгіртсек, жол полициясының құрылуы 1878 жылдан бастау алады. Ал егемен еліміздің мемлекеттік автоинспекциясы туралы алғашқы ережесі министрлер кабинетінің қаулысымен 1992 жылы 23 қарашада қабылданған болатын. 1996 жылы 3 қаңтарда инспекция жол полициясы болып аталды. Бұған қоса аталмыш органның жұмыс бағыттары да өзгерді. Қазір жол сақшыларының міндетіне қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыспен күрес және жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Сонымен қатар, жол тәртібін бақылайтын органның қызметі де біршама жетілдіріліп, кәсіби деңгейі жоғарылап келеді. Ішкі істер органның құрылымының жанынан құрылған аталмыш қызмет тек жарқын жұмыстар мен атқарылған шаралардың жылнамасы емес. Ол бәрінен бұрын қызығынан қиыны мол, қарқынды жұмыс, сирек демалыс сәттері және кез келген уақытта қысылтаяң жағдайларда батыл әрекеттерге баруға дайын болу. Көп ретте ондай әрекеттердің нәтижесі ажалдан арашаланған адам өмірі мен тағдыры. Құрметті әріптестерімнің барлығын мерекесімен құттықтай отырып, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің жол полиция қызметкерлерінің барлығын бүгінгі төл мерекеміз жол полиция күнімен барлығын құттықтауға рұқсат етсеңіздер.
Бұл жұмыстың өзінің негізгі қиындықтары, өзіне тән қиындықтары мен жаңа жұмыстың өзінің бабына байланысты әртүрлі жағдайлармен жұмыстар болады бізде. Өздеріңіз көріп отырғандай бүгінгі мереке күнінде де барлық біздің жол полиция қызметкерлері жұмысында жұмыс істеп отыр, өздеріңіз көргендей. Дәл бүгін мынау мереке күні біздің жол полиция қызметкерлерінің қатысуымен барлық жүргізушілерге ескерту қағаздарымен және бүгінгі профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр қалада қазір. Соңғы жылдары жолда талап пен тәртіп күшейтілді. Жол ережесін сақтамаған жүргізушіге салынатын айыппұл көлемі бірнеше есеге өсті. Заңға бағынғысы келмеген жаяу жүргіншілерге де шара алынатын болды. Жол үстіндегі жемқорлықты жою мәселесі де алға қойылған. Қазіргі уақытта облыстық жол полициясы басқармасының жеке құрамы 3 ауысыммен кезекшілікке шығады. Осы қызметті таңдаған әрбір жол сақшысы оның отына күйіп, суығына тоңып жүргені белгілі. Бүгін таңда міне бұрынғы жол полициясымен салыстырғанда бүгінгі таңғы жол полициясының өзгешелігі көп. Жаңалықтары қандай, өздеріңіз көріп отқандай қалада бейне камералар жұмыс істеп тұр. Жаңағы өздеріңіз фотоспешкілер жұмыс істеп тұр, өздеріңіз көргендей. Қазіргі барлық техниканың дамыған уақытын кезінде жұмыс істеу бұрынғыдан жеңіл деп айта алмаймын. Қазір күнге жұмыс күшейтілуде, оның үстіне бұрынға қарағанда қазір автокөліктің саны қалада 2 есеге өсті деп айтуға болады. Өсуімен қатар өздеріңіз білесіздер, авариялық ахуал да көбейеді. Ол үшін біз қазір жұмыс істеп жатырмыз. Осындай жолдағы қылмыстардың да алдын алу шаралары қазір күшейтілуде. Барлық жағдай жұмыс барысында қазір қаралып жатыр. Осы мереке аясында барлық қызметкерлерге тағы да құттықтаулар. Біздің Ақтау қалалық жол полиция басқармасының атынан, жол полиция басқармасының атынан барлық біздің қызметкерлерді және ардагерлеріміз бен зейнеткерлерімізді құттықтаймын. Жол полициясының жарқын тарихын қиын жағдайда өздерінің кәсіби парызын адал орындаған қызметкерлерді мақтан тұтады. Өткен 17 жылда қызметтік борышын орындау кезінде ерлік пен адалдық танытқаны үшін 20 жол полициясы қызметкері Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Айбын ордені және ерлігі үшін медалі наградаларымен марапатталған. 3 қызметкерге наградалары қаза тапқаннан кейін тапсырылған.